Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, оқушылар. Соңғы әріптерімізге келіп жеттік. Және әріптері. Жақынырақ көрсетейін. Тура кіші әрпі сияқты жазылады. Тек жолдың үстіңгі бөлігіне өтеміз. Жоғарыдан, ортан белден сызықтың, қиғаш сызықтың бойымен өтіп, астыңғы торкөзден домалақ етеміз де, үзбей таяқшасын сызамыз. Қайталаймын. Жоғарыдан түзу сызық, домалақ, таяқша. Тағы бір рет. 1, 2, 3, 4. Енді ырыс сөзін жазып көрейік. Ырыс. Келесі бізде әрпі өте оңай. Есімізде болса, К әріптері сияқты жоғары имек, түзу сызық, артқа қайырамыз. Бас әріптің төбесі түртілмейді. Қайталаймын. 1, 2, 3. Ірімшік сөзін бірге жазып көрейік. Ірім. Шатаспас үшін айтып отырсаңыздар. Шік. Нүктелерін қойып шығамыз. Ірімшік. Құттықтаймын. Бас және кіші әріптерді жазуды үйрендіңіз.